Сен адамзаттың ғарышқа сапары ең алғаш қазақ жерінен басталғанын білесің бе? 1957 жылы 4 қазанда Қызылорда облысындағы Байқоңыр ғарыш айлағынан жердің тұңғыш жасанды серігі ұшырды. Сол жерден 1961 жылы 12 сәуірде ғарыш әлеміне ұшқан бірінші адам Юрий Гагарин болды. Арада 30 жыл өткен соң 1991 жылы тұңғыш рет қазақ ғарышкері, Кеңес одағының батыры Тоқтар Әубәкіров ғарышқа аттанды. Балалар, сендер даңқты ғарышкер Талғат Мұсабаевтың кішкентай кезінен ғарышкер болуды армандағанын білесіңдер ме? Оның есімін ата-анасы Талғат Бегезиновтей болсын деп ырымдап қойған. Талғат ағаларының өзі 3 жасынан бастап ұшқыш болуды арман етіпті. Ал 1961 жылы 12 сәуірде Гагарин көкке көтерілгенде достарының арасында тұрып, ол ғарышкер Талғат Мұсабаев деп айғайлаған екен. Ғарышкер өмірінің 1 жылға жуығын, яғни 342 күнін ғарышта өткізген. Сонымен қатар ашық ғарышта ұзақ болған ағаларың Гиннестің рекордтар кітабына енген. Ол ғарышқа әрдайым Қазақстанның туы мен туған жерінің топырағын бірге алып ұшады.